хан шыққан Құнанбайдың да, Хәкім Абайдың да өмір тарихы Қарқаралының қасиетті топырағымен тығыз байланысты. Ұлы ақынның әкесі Қарқаралда мешіт салдырса, Абайдың өзінің де нағашы һәм қайын жұрты Қарқаралы жеріне талай мәрте ат шалдырғаны тарихтан белгілі. Қазіргі таңда Қарқаралдағы Құнанбай қажы салдырған ағаш мешіт пен Абай тоқтаған үй тарихи ескерткіш ретінде мемлекеттің қорғауына алынған. Өткен ғасырда қазақ даласында дәурен құрған коммунистік идеология, атеистік көзқарас ел тарихына, рухани құндылықтарына, мәдениетіне зор нұқсан келтірді. Сол діни орындардың бірі және бірегейі Қарқаралы қаласындағы Құнанбай қажы мешіті еді. Құрылысы 1850 жылы басталып, 1853 жылы барша мұсылман қауымға есігін айқара ашқан бұл діни орын еліміздегі ең көне мешіттердің қатарында. Бұл ескерткіштің архитектуралық маңыздылығымен қатар қазақ мәдениеті үшін рухани құндылығы да тым жоғары. Себебі бұл мешітті әлемдік тұлғаға айналған қазақтың ұлы ақыны Абайдың әкесі Құнанбай Өскенбайұлы салдырған. Құнанбай қажы мешіті ағаш бөренелерді қиюластыра орналастырып, бірде-бір шеге қолданбай жасалған екі қабатты ғимарат. Архитектуралық жоспар бойынша бұл ғимараттың ені 15 метр, ұзындығы 11, ал биіктігі 6 метрді құрайды. Мұнда бір уақытта 300 адам намаз оқи алады. Жалпы мешіттің жобасын құрған сәулетшінің есімі белгісіз. Бір өкініштісі, Құнанбай Өскенбайұлының бұл мешіті бізге сол алғашқы салынған күйінде жетпеді. Кеңес үкіметінің сұрқия саясатының кесірінен 1920 жылы мешіттің мұнарасын қиратып, ғимаратты мектепке, кейінірек қоймаға айналдырды. Дегенмен де тағдырдың сан қыспағына көнген Құнанбай қажы мешіті тәуелсіздік алған жылдары қайта жөндеу жұмыстарынан өтіп қалыпқа келтірілді. Бүгінде ол өзінің әуелгі мақсаты бойынша мұсылмандар қауымына қызмет атқаруда. Қарқаралының әрбір тұрғыны Құнанбайдай, Абайдай тұлғалардың осы өлкеде тұрып, аталмыш мешітке жиі бас сұғып тұрғандығын мақтан етіп айтады. Сондықтан да 160 жылдан астам тарихы бар Құнанбай қажы мешіті тек өткен ғасырдан көрініс беретін діни орын ғана емес, сондай-ақ ұлы тұлғалардың өмірінен сыр шертетін бірегей құрылыс нысаны болып табылады. Дәл осы қасиетті нысан алдында 2019 жылы Тастұғырдағы тарихи тұлғалар Құнанбай қажы мен Бала Абай ескерткіші орын тепті. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан оқығанымыздай, Құнанбай қажы Қарқаралға Абайды жиі ертіп келетін болған. Баласының болашағынан үлкен сенім күткен Құнанбай қажы Абайдың тұлғалық қасиетін ерте танып, оны жастайынан медресеге оқуға берген. Ескерткіште бала Абайдың медреседегі оқудан демалысқа келіп, әкесімен көрісу сәті бейнеленген. Ескерткіш сары мыстан құйылып жасалған. Баласының иығына қолын салып келе жатқан Құнанбай Өскенбайұлының мүсінінің биіктігі 4 метр болса, қолтығына кітабын қысқан Абай бейнесінің бойы 2 метр 70 сантиметрге жетеді. Келесі кезекте Абайдың киелі мекендегі өмірінен сыр шертетін тағы бір киелі нысан ол кезінде Абай тоқтаған үй. Жазба деректерде кеңінен сөз болатындай, болашақ ұлы ақын Қарқаралға жиі ат басын бұрып тұрған. Қасиетті өлкені Шыңғыстаудан кейінгі екінші ата мекені санаған. Абайдың Қарқаралға алғашқы сапары негізінен мешіттің құрылыс жұмыстары басталған кезеңмен тұспа-тұс келеді. Оны ақын жиі түсіп, қонақ болатын татар көпесі Халиолла Бекметовтің Көктөбел ағаш үйінің маңдайшасында жазылған бұл үйде 1850 жылы ұлы ақын ағартушы Абай Құнанбаев болған деген дерек растай түседі. Егер ақынның 1845 жылы өмірге келгенін ескерсек, онда Абайдың Қарқаралға алғаш 5 жасында табан тигізгеніне көз жеткізуге болады. Ал бұл уақыт әкесі Құнанбай қажының Қарқаралға болыс болып сайланып, мешіт құрылысымен қызу айналысып жатқан уақытын көрсетеді. Құнанбай қажы мешітімен салыстырғанда Абай үйінің ғимараты біздің заманға толық жетіп отыр. Ақын аралап көрген бөлмелер мен саусақ табы қалған діңгектер жақсы сақталып, қаз қалпында келер ұрпақ қолына табысталды. Қазақтың қаншама тұлғасы босағасын аттап, мол дастарханнан дәм татқан киелі шаңырақ күні бүгінге дейін Қарқаралдағы әдемі әрі әшекейленіп салынған еңселі һәм тарихи құнды жәдігерлердің қатарында.
талай-талай қысылтаяң шақтарды басынан өткерсе де, өзінің қасиетінің арқасында 2 ғасырға жоқ сақталып келген таза ағаштан қиып салынған шежірелі қос мекен Құнанбай қажы мешіті мен Абай түскен үйдің тарихтың тағылымды беттерінен алар орны айрықша. Қазіргі таңда жәдігерлер Қарқаралының мақтан тұтатын орындарының бірі саналып, ұлы Абай жолының тағылымды тармағына айналған. Табалдырғында Қажы Құнанбай мен Дана Абайдан бастап Алаш арыстары мен ұлтымыздың небір қайраткер тұлғаларының ізі сайрап жатқан киелі мекен осы бір қасиетімен құнды. Бейне сабағымызды кеншілер шаһары, еліміздің индустриалды жүрегі, Қарағанды қаламызда ақын есімімен байланысты нысандармен жалғастырамыз. Еліміздегі ірі қалалардың біріне саналатын бұл өлкеде ұлы Абайды еске салатын нысандар аз емес. Қалада Абай атындағы кітапхана, аудан, музей, колледж, сонымен қатар Абай ескерткіші бар. Биыл қазақтың бас ақыны, ұлы ойшыл, ғалым, философ, аудармашы, әлемдік деңгейдегі кемеңгер тұлға Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы. Осыған орай, еліміздің барлық аймақтарында ұлы ақынның есімін дәріптеу, болашақ ұрпаққа Абайдың шығармаларын насихаттау бағытында көптеген шаралар жоспарланған. Қарағанды да осы тойдан шет қалмақ емес. Алдағы уақыттары қаланың орталығындағы кең даңғылдардың бірі Ленин даңғылына Абай Құнанбайұлының аты берілмек. Бұл жайында көше аттарын ауыстыруға байланысты қоғамдық тыңдалымда белгілі болған еді. Қазіргі Ленин көшесі қаланың орталығында орналасқан үлкен әрі кең көшелердің бірі. Ұзындығы 2690 метр, көше бойында 160-қа тарта нысан бар. Дәл осы болашақ Абай көшесінің бойында атамыздың ескерткіш орналасқан. Ескерткіш Абай жолында Мұхтар Әуезов Абайды халық ұлы, халық жолындағы күрескер, терең ойдың адамы, ұстаз, тәрбиеші, ақылшы ретінде суреттегендей бейнесі жасалған. Ескерткіште сол қолымен кітабын кеудесіне басып тұрып, терең ой үстіндегі сәті бейнеленген. Қазақстан суретшілер одағының Қарағанды облыстық көркем өндірістік комбинатында қоладан және граниттан жасалған ескерткіштің биіктігі 9 метрді құрайды. Ескерткіштің ашылу рәсімі қазақстандықтар үшін белді оқиға болды. Ашылу рәсімі 2008 жылдың 9 желтоқсаны күні өтіп, оған елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қатысқан болатын. Ендігі кезекте қаламыздағы Абай Құнанбайұлының есімі берілген нысандарды айтатын боламыз. Олардың бірі 1953 жылы нөмір 1 орта мектептің 50 шаршы метр шағын ғана бөлмесінде орналасқан Абай Құнанбайұлы атындағы облыстық балалар кітапханасы. Алғаш рет құрылғанда кітапханада 1720 оқырман, 13 000 дана кітап қоры бар болатын. Қазіргі таңда кітап қоры 180 000 данаға жеткен. 17 000-нан артық оқырман күн аралатып өзінің сүйікті кітапханасынан кітап алады. Кітапханаға 1954 жылы қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың есімі беріліп, Бұхар жырау даңғылындағы көп қабатты ғимараттың бірінші қабатына орналастырылды. Абай Құнанбайұлы есіммен аталған нысандардың тағы біреуі Саран қаласында орналасқан тамыры тереңге бойлаған қасиетті білім ордасы Абай Құнанбайұлы атындағы Саран гуманитарлық техникалық колледжі. Қазақстандағы ең алғашқы оқу орындардың бірі, қазақтың сан мыңдаған баласы білім алып, үлкен өмірге саналы азамат болып қанат қаққан, небір дана ғалым мен еліміздің айтулы азаматтарын тәрбиелеп шырған, түлектері республиканың түкпір-түкпірінде елеулі еңбек етіп жатқан Абай Құнанбайұлы атындағы Саран гуманитарлық техникалық колледжінің үлкен және даңқты тарихы бар. Абай Құнанбайұлы есімі 1945 жылы ақынның 100 жылдық мерейтойына орай берілген болатын. Білім ордасынан Мартбек Мамраев, Қазбек Нұржанов сынды батырларымыз түлеп ұшқан. Қаламызда одан бөлек 1973 жылы құрылған Абай ауданы бар. Дәл осы Абай ауданында көптеген қызыққа, мағлұматқа толы ұлы ақынның өнері мен өмірінен сыр шертетін Абай Құнанбайұлы әдеби мемориалдық музейі бар. Музей 1980 жылдың мамыр айында Абай қалалық атқару комитетінің мәдениет бөлімінің бастамасымен қоғамдық негізде ашылды. Музей Абай Құнанбайұлының өмірі мен қоғамдық қызметінен, ұлы ақынның шығармашылық мұрасынан сыр шертетін 5 экспозициялық залдан тұрады.